Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін бірнеше уақыттан кейін Рамазан айы басталады. Бәрілеріңізді осы Рамазан айында ораза мерекесімен құттықтаймын. Дұға тілектеріңіз қабыл болсын, мұраттарыңыз асыл болсын, аңсаған армандарыңызға жете беріңіздер. Мен енді бүгінгі мына өзімді, мен блогер емеспін, мен өзімді жарнама жасап атқан жоқпын. Бірақ 5 күннен бері осы Қызылорда қаласының Омырсы больницасында жатып, тағдырлас болды мына кісімен. Осыны жаңағы амал жоқтан өзімді көрсетіп отырмын. Кім не деді, алаяқ па, мошенник па деп жүрмесін деп, өзімді көрсетуге амал жоқ, өзімді түсіріп жатырмын. Енді бүгінгі 5 күннен бері тағдырлас болып, мынау бауырымыз Қадырбек деген ініміз өте ауыр жағдайда, кеше 6 ай болып жатқанына, баласына барып, баласы әскерде, жалғыз баласы, осы марапатына барып келе жатқан кезде жол апатына түсіп, өйстіп төсекке таңылып қалды. Енді жақындары қаншама дегенмен ақша жетпейді ғой, 6 айдан бері әлі пенсиясын да алған жоқ. Мынау суға батқан бұтақ қармайды дегендей ағайын туысқандары бергенмен ол жетпей жатыр, памперсіне де, жол кіресіне де жетпей жатыр. Міне бүгінгі осылай бүгінгі сіздермен бөлісіп, осы кісінің тағдырымен бөлісіп, осы көмекке қол ұшын берсек деген ой бар. Қадырбек деген інімізді аяқ қолын жұмыс етіп, орнынан тұрғызу үшін, ең болмаса аяқ қолын қимылдау үшін әрбір уколының өзі, бір дәрісінің өзі 1,5 миллион теңгеден тұрады екен халайық. Оған бірнеше ем алу керек екен. Осыған аяқ қолын тұрғызып, ең болмаса орнынан тұрғызып, таңылып жатқан төсектен тұрғызуға дем жасайық, бәріміз көмектесіп. Үйінде бұлар өздері негізінде дачада тұрады екен. Дачада енді ертең үйіне шыққан кезде не көмірі жоқ, не отыны жоқ, жасыратын жоқ барлығы. Қазір жетіспеушілік қой. Ағайындар көптеп көмектесіп жатыр. Олардың берген тиын тебен не болады? Халайық барлығымыз жұмылып, жаңағымна тағы да айтамын, харекет болса, жетсе, бір орталықтан сол жаңағы Тасбөгеттің қыстағының орталығынан бір арзандау үй болса да, ең болмаса, жататын условия болса, жағдайын жасап жүрсеңіздер, зекет беріп, өйстіп ел жұрт болып көмектесейік бауырымызға. Аман есен жазылып кетсін осы бауырымыз төсектен тұрып. Әзірге мынау жатқан жатса, кислородпен жатыр енді мынау. Оған қаншама ақша керек. Памперстің өзі де қоймай жатыр. Атсалысайық. Рамазан айында барлығымызға жүрегімізге жылу беріп, өйстіп ең болмағанда мына пітір садақамызды беріп, осы кісіге аударсақ, осындай мұқтаж жандар төсекке таңылып, Аллаға жақын болады ғой. Осындай кісілерге көмектессек, сіздер де, біз де жәннатқа бір қадам, жәннаттың есігіне бір қадам жасаймыз. Енді өздеріңіз білесіздер, бір Алла біледі оны, бір қадамы қандай екен. Осы кісілердің жатқан, қатты мұқтаж болған кісілердің дұғалары қабыл болады дейді. Осы бәрімізді дұға қояр барлығы. Енді менің қолымнан келгені осы, өйстіп бүгінгі әлеуметтік желіге жариялап, осы кісі туралы айтқым келіп отыр. Енді бұл кісі бауырларына, сөздеріне сенсек, Құдайға шүкір, ішкен емес, шеккен емес, өзі спортпен айналысып, өзін күтіп, баптап жүрген адамның өзі жол апатынан өйстіп жатып қалып отыр. Құдай бәрімізге осындайдан, сынақтан Құдай сақтасын. Барлығымыз қолдан келгенше осы кісіге қол ұшын беріп, тұрғызуға демек жасап жүрейік. Қолдан келгенше пітір садақамызды беріп, енді бұл кісі жағдай өте қиын, кімде зекет бар, сол зекеттерін аударса деген ой менде. Өздері әзірге мынау Тасбөгет қыстағында дачада тұрады екен, саябақта. Үйлерде жоқ десек те болады. Харекет қорына дейін жетсе, ең болмаса, осыны жан-жаққа таратып, барлығымыз бөлісіп, бүкіл қазақ еліне, бүкіл мұсылмандарға таратып,
ағайын туысқандар, жекжаттар, сыныптастар барлығына үлестіріп бәріміз атсалысайық. Осындай таңылып жатқан адамдар бар ма тағы да, оларға да көмектесейік. Міне менің көргенім осы кісі Қадырбек деген. Қапаш Қадырбек деген кісі. Мынау келіншегі қатты қиналып отыр. Өйстіп бір көмектеріңізді берсеңіздер. Біз енді алақан жайып адамнан емес, Алладан көмек сұрап отырмыз. Осы Алладан көмек сұрап, демеу сұрап, ең болмаса бір адамдарды себеп қылып, өйстіп бір көмегін берсе деген ойдамыз.